Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен экономикалық география бөлімін бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз табиғи ресурстардың жіктелуі. Жалпы табиғи ресурс дегеніміз не? Ол табиғи ортаның, қоғамның материалдық мұқтаждығын жүзеге асыратын шикізат деп айтуға болады. Жалпы табиғи ресурстарды біз қалай жіктей аламыз? Қазір жіктеп көрейік. Сонымен дүние жүзінің табиғат ресурстары. Яғни тақырып жіктелуі, біз бүгін бірнеше жіктелу түрлерін қарастыратын боламыз. Яғни дүние жүзінің табиғат ресурстарына нені жатқыза аламыз? Әрине, бірінші минералдық ресурс деп айтайық, Минералдық ресурсқа не жатқызуға болады? Әрине, ол пайдалы қазбалардың барлығын біз минералды ресурс деп айтамыз. Яғни мен пайдалы қазба деп сіздерге түсінікті болу үшін жазып қояйын. Тағы қандай ресурсты айта аламыз біз? Су ресурсы. Жақсы, бар бізде су ресурсы. Бірақ суды балай бұл жерде біз құрлық суы деп қарастырайық. Жер қоры ресурс па? Ресурс. Жер қоры. Биологиялық ресурс. Биологиялық ресурс дегеніміз не? Олар өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Түсінікті, оны жазбай қояйық. Климаттық ресурс. Климаттық ресурсқа не жатады? Жел, ылғал, осының барлығы, Жел, ылғал, тағы басқа деп қояйын. Келесі ресурс, тағы. Рекреациялық ресурс деген бар балалар. Рекреациялық. Бұл не деген сөз? Рекреациялық ресурс дегеніміз бұл демалу, немесе туризм деген ресурсты бір сөзбен біз не дейміз екен? Рекреациялық деп айтамыз екен, туризм. Тағы бір ресурс бар екен, балалар, бұл су ресурсын жаңа біз құрлық су деп бөлдік, сондықтан бұл дүниежүзілік мұхит ресурсы екен. Міне, жалпылама дүниежүзілік мұхит ресурстарын біз осылай бөлсек болады. Яғни минералдық ресурс, су ресурсы, биологиялық, жер қоры, климаттық деп, Жалпы енді ресурстарды, табиғат ресурстарын біз бірнеше жіктелуді өткізуге болады. Жалпы табиғи сфераға байланысты осы жерде топтастырсақ, литосфералық, биосфералық, атмосфералық, гидросфералық ресурстар деп жіктей аламыз, Мысалы, құрлық суы, дүниежүзілік мұхит, ол гидросфералық, минералдық ресурстар, ол литосфералық деп жіктеуімізге болады. Және балалар, дүниежүзілік шаруашылықта пайдалануына байланысты да жіктеуге болады екен. Қандай? Мысалы, энергетикалық ресурс, энергетикалық емес ресурс және ауыл шаруашылық өндірістік ресурс деп те бөлеміз екен. Ал енді біз сіздермен қазір дүниежүзілік табиғат ресурстарын экологиялық жіктелуіне байланысты айтамыз. Яғни, оны да былай деп айтайық. Жалпы табиғи ресурстар қалай жіктеледі екен? Бұны балалар мен қандай жіктеу деп айттым? Экологиялық. Яғни, біз жалпылама классификациясын жүргіздік, ал қарай ол қалай жіктеледі екен? Сонымен, табиғи ресурстарды біз үлкен екі топқа бөлеміз екен. Олар сарқылатын ресурс, немесе таусылады деген сөз, балалар. Екіншісі сарқылмайтын ресурс. Яғни, бұл таусылмайтын ресурс екен. Ал біздің жаңағы жіктеп жатқан ресурстарымызды енді осы экологиялық ресурстарға жіктейтін болайық. Сонымен, сарқылатын ресурсты біз балалар екіге бөлеміз. Олар қалпына келмейтін, екіншісі қалпына келетін. Қазір бұның өзін арғарай жіктейтін боламыз. Сонымен, өзі сарқылады, өзі қайта қалпына келмейтін ресурсқа нені жатқызуға болады? Әрине пайдалы қазбалар. Біз оларды өндіріп аламыз, арғарай өндіріске түсіреміз, ол жерде өнім басқа жоқ деген сөз, Сонымен, бұл жерге мысал, яғни минералды ресурстар екен.
Түсінікті, иә? Енді минералды ресурстар немесе пайдалы қазбалар, бұлар қайтадан қалпына келмейді деп кете беруге болмайды. Біз оларды тиімді пайдалануымыз керек, және қалдықтарды қайта өңдеуіміз керек екен. Ал енді қалпына келетін ресурс нешеге бөледі екен? Яғни біздің айтып атқан ресурстарымыздың ішінде су ресурсы, жер ресурсы, биологиялық ресурс балар қайтадан қалпына келеді. Неге? Біз сіздермен алдыңғы физикалық географияны өткен кезде жалпы дүние жүзінде су айналымы, биологиялық айналым туралы қарастырғанбыз. Яғни олар сарқылады, бірақ қайта қалпына келіп отырады. Түсінікті, иә? Яғни биологиялық дегенде өсімдіктер мен жануарлар әлемін айтуға болады. Бұл балар сарқылатын табиғат ресурсы екен. Ал мүлдем сарқылмайтын табиғат ресурсы дегеніміз не? Оған мысал келтірейік. Бұған сарқылмайтын ресурсқа біз балар ғарыштық ресурсты айтуға болады. Ғарыштық ресурс. Оған нені жатқызуға болады? Күн энергиясын жатқызуымызға болады. Сол айдың әсерінен судың толысуы, қайтуы деген сияқты процесстер жатқызуға болады. Екінші, климаттық. Жаңа біз айттық, иә? Климаттық ресурс ол сарқылмайтын ресурсқа жатады. Келістік па? Ауа райы, жел, ылғал дегеннің барлығы климаттық ресурсқа жатады екен. Түсінікті. Бұл сарқылмайтын ресурсқа жатады. Бірақ ол ары қарай өз кезегінде жіктелмейді екен. Міне, яғни біз сіздермен жалпы табиғат ресурстарының жіктелуі туралы айттық. Бірақ осы жерде мынандай термин бар балар. Табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілуі деген сөз. Бұл не деген сөз? Яғни табиғи ресурстардың мөлшері мен оларды қолдану арасындағы қатынасты біз табиғи ресурспен қамтылуы деген айтамыз. Яғни ол дегеніміз не? Мысалы, ғалымдардың болжауы бойынша Қазақстан Республикасында егер мұнайды осындай қарқынмен біз пайдаланатын болсақ, 2061 жылға дейін мұнайдың қоры таусылып қалуы мүмкін. Сондықтан біз ресурспен қамтамасыз етілу деңгейін есептеп отырып, болашаққа табиғи ресурстарды үнемдеуіміз керек екен. Жалпы Қазақстан қойнауында минералды ресурстардың қоры өте бай. Соның ішінде уранның 4-тен 1 бөлігі, хромның 7-ден 1 бөлігі, қорғасын мен мырыштың 10-нан 1 бөлігі бар екен. Сондай-ақ отынның, түсті, қара металлургияның, тау-кен шикізаттарының мөлшері Қазақстан жер қойнауында өте көп. Бірақ балалар көп деп айта беруге болмайды. Оны жаңа ғана айттық, біз қалпына келмейтін ресурс. Біз оны ары қарай қайта өңдеуіміз керек және сақтауымыз керек. Ал біздің елімізде балар стратегиялық шикізаттың бірі ауыз су жетіспейді. Бұл үлкен проблема, өйткені халықты ауыз сумен қамтамасыз етілу керек. Сондықтан да табиғи ресурстардың классификациясын жасағанда ресурспен қамтамасыз ету деңгейін анықтап отыру керек екен. Және ол қалай анықталатын айттық, иә? Яғни табиғи ресурстың мөлшері мен жер қойнауындағы оларды қолдану арасындағы қатынасты айтамыз екен. Ұмытпаймыз деп ойлаймын, иә? Сонымен бүгін біз сіздермен табиғи ресурстардың бірнеше классификациясын айттық. Әсіресе сарқылатын, сарқылмайтын экологиялық классификацияны жақсылап меңгеріп аламыз. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.